Сәлеметсіздер ме достар? Еңбек ақы бойынша екінші сабақ. Еңбек ақыны есептеп болғаннан соң, сіздер мұны ең соңғы алдындағы сабақта расчетное ведомості ашып, тамыз айына біз еңбек ақыны есептегенбіз. Расчетное ведомості құрастырамыз, және міндетті түрде бұл ведомості тексеру керексіздер, яғни Excel бағдарламасына аудару болады. Excel форматына аудару үшін былайынша Ctrl және $S дегенді басасыздар, және Excel форматына аударып тексерсеңіз болады. Мысалы, зарплата за август. Яғни август айына еңбек ақы деп мынау Excel-ге аударсаңыз болады, және де тексерсеңіз де болады. Бұлайынша мен қазір аудармаймын, жай ғана сіздерге көрсету үшін қарастырып жатырмын. Егер сіз жаңағы жұмыс үстеліне аударатын болсаңыз, онда жұмыс үстелін таңдайсыз және сохранить деп басасыз. Еңбек ақыңыз толығымен тексерілгеннен соң, бас есепші тексеріп қол қойған соң және басшы рұқсат бергеннен соң, біз барлық ұсталымдар мен аударымдарды және де еңбек ақының өзін төлеуге міндеттіміз. Яғни барлық аударымдар келесі айдың 25-не дейін, ал еңбек ақы көбінесе келесі айдың 10-на дейін төленуге тиіс. Яғни аяқталған айға келесі айдың 10-на дейін. Осы еңбек ақыны төлеу үшін біз ең бастысы келесі ведомостьтерді толтыруымыз тиіс. Ең бірінші зарплата к выплате организации, яғни еңбек ақыны төлеу. Басамыз және создать, яғни құрастыру. 31-ші тамырды таңдаймыз. Біз тамыр деп тамыз айына таңдаймыз, және де тамыз айына еңбек ақыны есептеген кезде тамыз айын таңдаймыз, соңғы күнін. Бұл жерде касса арқылы деп көрсетілген, банк арқылы төлейміз. Бізде Каспий банк. Сіздер өзіңіздің, яғни банкыңызды таңдайсыз. Автозаполнение деп басып, барлық қызметкерлердің егер картшоттары толық болса, онда біз бұл ведомость толығымен толтырылады. Егер сіздерде картшоттар бойынша сұрақтарыңыз болса, жазсаңыз болады, видео қосымша жазамын. Яғни мына ведомость толтырылды. Бұл ведомость не үшін керек? Еңбек ақыны төлеу үшін. Еңбек ақы бойынша ведомості құрастыру үшін осы ведомостьке ашып және создать на основании, яғни осы ведомость негізінде төлем тапсырмасын құрастыруға болады, яғни платежное поручение. Шығыс төлем тапсырмасы. Бір басамыз, және де мұны төлем тапсырмасы бойынша ведомость тіркелді. КНП бізде еңбек ақы бойынша 332 болады. 332. Алушы өзіміздің банкымыз, яғни қай банкте біз қызмет көрсетсе бізге қай банк, сол банкты таңдаймыз. Счет өзіміздің счетымыз, және де ақша қаражаттарының қозғалысының бабы, күнделікті операционная деятельность, яғни жедел қызмет, еңбек ақыны төлеу. Записать. Және провести дегенді біз оплачено деп келесі күнге ғана, банктен төлем өткеннен кейін ғана оплачено провести деп жазамыз. Егер банктен төлем өтпесе, әзірше жай ғана записать деп қалдырсақ та болады. Записать және банктен өткен кезде келесі күні галочка қойып провести деп басамыз. Енді бұл оқу болғандықтан біз бұны алдын ала төлем жүргізілгенін білдіріп провести деп жазамыз. Және мұны дәл сол, әлі де сол ведомость, осы ведомостьке басып, мына жерде мына
баспалдақ ретінде көкпен белгіленген белгіні басатын болсақ, яғни байланысқан құжаттарды көре аламыз. Бұл жерде еңбекақы бойынша ведомость және төлем тапсырма. Төлем тапсырма 31 күні тамыз, ал төленгені 19-ы. Ол дұрыс емес. Төлеген кезде, яғни біз әлі төлем келесі айдың мысалы 42 айының 5-не дейін болса, 5-не дейін деп көрсетеміз. Енді әлі де бізде 42 айлы болған жоқ, бірақ тамыз айының еңбекақысын 42 айында төленеді. Енді жауап қарастыратын болсақ, обновить деп, бірінші мына 31 тамырдың еңбекақысы 5 тамыз күні төленді деп көрсетіледі. Сомаларын тексереміз, бір-біріне сәйкес келе ме? Келеді, дұрыс. Келесі біздің төлеміміз бұл зарплата. Тағы бір кіріп, еңбекақыға міне жұлдызшаны қояйық. Пенсионный взносы, яғни еңбекақы жарнасы. Басамыз, создать, яғни жасау, құрастыру. 31 тамызды таңдаймыз. Үнемі әрқашан айдың соңғы күнін таңдаймыз. Және бұл жерде бізде есептеу айы тамыз айы. Фонд дегенге қор. Қай қорды таңдаймыз? Еңбекақы болғандықтан біз, еңбекақы емес екен ғой, зейнетақы қоры болғандықтан зейнетақы қорын таңдаймыз. Яғни еңбекақыны төлеудің мемлекеттік орталығы. Таңдадық. Және автозаполнение по задолженности за август, яғни тамыз айы бойынша қарыздарды қарастырамыз. Тамыз айының соңына қарыздар басамыз. Міне барлық қызметкерлер бойынша зейнетақы қоры бойынша арналар көрсетілді. Міне толығымен записать деп басып, құжат жазылды. Және осы құжаттың негізінде төлем тапсырмасы құрастырылады. Басамыз. Бұны алдын ала дайындап қойсақ та болады, егерде тамыз әлі болған жоқ, 5 тамызда егер төлейтін болсақ, жай ғана записать деп дайындап қойсақ болады. Ақша қозғалысын. Бұл жерде енді пенсионный взносы, яғни зейнетақы аударымдар болғандықтан, әзірше біз бюджетпен есептесу деген таңдайық. Бұлайынша жаңадан жолды да құрастырсақ болады, яғни бюджетпен төлем болып саналмайды. Бұл енді негізінен бұл қорларға аударымдар болып есептеледі. Енді әзірше оқу негізінде таңдасақ, ешқандай бір қателік болып есептелмейді. Записать, оплачено деп келесі өткізілген кезде, төленген кезде ғана оплачено дегенді басамыз және өткіземіз. Енді бұл мысалда төленді деп есептейік, сондықтан оплачено деп белгілейміз. КНП, яғни код назначения платежа, төлем коды 10 дегеніміз бұл, бұлай ашық қарайтын болсақ, міндетті зейнетақы аударымдар. Провести деп басамыз және жабамыз. Ең соңында тұр документ, тамыз айының төлемі. Осы төлемді таңдап, мына знак, яғни белгіге басатын болсақ, мына байланысқан құжаттар. Байланысқан құжаттарда ведомость 31 күні және төлем 5-42 күні болғанын көрсетеді. Енді біз алдын ала төлеп жатырмыз, сондықтан алдын ала көрсетіп жатырмын. Енді нақты көрнекті болу үшін тамыз айын ғана таңдап, тамыз айын ғана көрсете салайын сіздерге. Міне тамыз айында төленген бұл жерде зейнетақы аударымы. Мына белгі, яғни байланысқан құжаттарды көрсетеді. Иерархия дейді, яғни бір-бірімен байланысқан құжаттар. Басқан кезде міне төлем ведомости және төлем тапсырмасы шықты. Келесі төлемдер бұл әлеуметтік аударымдар, яғни әлеуметтік сақтандыру аударымдары. Жұлдызшаны қояйын және де басамын. Қаншама құжаттар, сондықтан тек қана тамыз айын міне. Указать период, яғни кезеңді таңдау дегенде басып, тамыз айын ғана таңдай салайын. Және де негізінен
басып, міне әлеуметтік сақтандыру аударымдары деп шықты. Және де бұл құжатты да тамыз айының 31 күнін көрсетемін. Және де вид операция, яғни операция түрі дегенде басып қарасам, былайынша әлеуметтік сақтандырудың 3 түрі болады екен. Бұл әлеуметтік аударымдар, медициналық жарна және медициналық аударымдар. Жарнаны біз жұмыскерден ұстап қаламыз, ал аударымдар жұмыс берушіден 3%. Әрқайсысын жеке-жеке толтырамыз. Алғашқысын таңдаймыз. Фонд деген, қор деген жағдайда біз таңдап, міне государственная корпорация для граждан, яғни мемлекеттік корпорация, азаматтарға арналған корпорация таңдадық. Және автозаполнение дегенді, яғни тамыз айының соңына қарыздарды көрсету дегенге басамыз. Барлық жұмыскерлер бойынша әлеуметтік сақтандыру төлемдері адам басына жеке-жеке көрсетілді. Бұл ведомость болып табылады. Бұл ведомость тіркеледі төлем тапсырмасына. Төлем тапсырмасын жасау үшін біз жай ғана алдын ала жасауымыз мүмкін. Және басшылар бізге төле деген кезде төлем тапсырма арқылы төлейміз. Ал оған дейін төлем тапсырмасын дайындап қойсақ та болады. Енді шамамен білетін болсақ, төлем тапсырмасын біз келесі айдың қыркүйек айының 5-іне дейін төлейміз. Сондықтан міне 5-ін таңдадық. Бюджетпен есептесу дегенді әзірше таңдай берейік. Және де шотын таңдаймыз. Міне ОСМС және БОСМС дегенге арналған шот. 12 деген КНП, яғни төлем коды шықты. Записать, галочка өткізу. Жазу, галочка өткізу. Галочка қай кезде төленген кезде ғана қойылады. Сондықтан банктен өткен жағдайда ғана қоясыздар. Провести. Ал егер де алдын ала дайындап қоятын болсаңыз, жай ғана записать деп қойсаңыз болады. Және байланысқан документтерді, яғни құжаттарды қарайтын болсақ, міне әлеуметтік аударым 31 тамыз, төленгені 5 қыркүйек. Әлеуметтік аударымның бізде тағы 2 түрі бар. Оларды құрастыру үшін қайтадан біз міне создать дегенді басып, 31 тамызды таңдаймыз. Және де операция түрін міне жарнаға ауыстырамыз, яғни медициналық жарна. Ауыстырдық. Дәл сол қор болып табылады, корпорация для граждан, яғни азаматтарға арналған корпорация. Авто толтыру тамыз айының соңына деп барлық жұмыскерлер бойынша бізде міне медициналық жарналар 2% есептелді және тізім бойынша көрсетілді. Осы тізім әлеуметтік аударым, медициналық аударымдар төлем тапсырмасына тіркеледі. Төлем тапсырмасын создать на основании, яғни осы құжаттың негізінде толтыру деп басып, төлем тапсырмасын таңдаймыз. Алдын ала дайындап қойсақ болады. 5 қыркүйек күніне бюджетпен есептесу, шот номері ОСМС-ге арналған. Бұл жерде бізде ОСМС болып табылады. Записать деп қалдырсақ болады. Егер 5 қыркүйекке дейін осылай записано деп тұрсақ да, яғни жазылып тұрса да болады. Бірақ енді бұл толығымен көрсету үшін сіздерге мен міндетті түрде төленді және өткізілді деп көрсетемін. Ал сіздер төленді, өткізілді деп тек қана нақты банк арқылы төленген кезде ғана көрсетіңіздер. Өткізілді. Жабамын және екінші құжатым міне көрсетілді. Байланысқан құжаттарға басып, міне төлем тапсырмасы, ведомость және астында төлем тапсырмасы көрсетіледі. Төлем тапсырмасы міне қайтадан қостым электрожарыққа. Так, жаба салайық. Және соңғы құжат құрастырамыз. Бұл құжатта әлеуметтік аударым 31 тамыз айын белгіледік. Міне тамыз ай. Және операция түрін соңғысына өзгертеміз. Бұл жұмыс берушіден ұсталынатын 3% медициналық аударымдар. Автотолтыру, яғни автозаполнение,
записать деп басамыз және де алдын ала төлем тапсырмасын дайындап қоямыз. Осы құжаттың негізінде толтыру деген, яғни мына құжатты таңдап, төлем тапсырмасын таңдаймыз. Алдын ала 42 ай бесін белгілейміз. Енді егер бесі болмаса, мысалы сіздер бесі күні емес, одан кештеу төлейтін болсаңыз, онда тек қана күнді өзгертесіздер. Және бұл жерде бюджет пен есеп айырысу дегенді әзірше таңдаймыз. Государственная корпорация счетын таңдап, записать деп дайындап қойсақ болады. Ал мен төленді және өткізілді деп өткізілгенін көрсетемін. Записать, провести. Сонымен әлеуметтік аударым бойынша 1, 2, 3 төлем жүргізіледі. Яғни бұл әлеуметтік аударым бойынша төлем жүргізілгенін біз ведомоске әр төлемді мына байланысқан құжат бойынша көре аламыз. Сонымен бүгінге біз 5 құжатты толтырдық, яғни қолға алынатын еңбек ақы мына сомасы байланысқан құжат арқылы көре аламыз төлем тапсырмасын. Одан кейін толтырғанымыз медициналық зейнетақы аударымдары, мына еңбек ақы, зейнетақы аударым жарнасы байланысқан документ, байланысқан құжат және төлем тапсырмасы тіркелген, ведомоске тіркелген. Яғни алғашқыда тұрған бұл ведомость. Ведомость дегеніміз тізім бойынша жұмысшылардың тізімі және зейнетақы жарналары көрсетілген. Және бізде әлеуметтік аударым бойынша 3 негізгі құжат құрастырылады. Сонымен әр төлемді де біз қарастырып кеттік. Төлем тапсырмасын осы ведомостер негізінде жасадық. Әрқайсында ведомость бар. Мына көрсетілген келесі айға сіздер алдын ала дайындап қоясыздар. Ал мен бұларды өткізіп қойдым. Енді сіздерге көрнекті болсын деп өткізіп қойдым төлем тапсырмасын. Енді алғашқыда ведомості ашсам, ведомость міне көрдіңіздер ме, ешқандай өзгерістер жүргізілмейді, себебі бұл ведомостьке төлем тапсырмасы тіркелген. Төлем тапсырмасы тіркелгені бұл ведомость пайдаланғаны және келесі жолы бұл ведомость негізінде төлем тапсырма жүргізуге болмайды дегенді білдіреді. Сонымен бүгінге сабақ аяқталды. Келесі сабақта біз салықтарды қалай аудару керек, жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, соны қарастырамыз және әрі қарай да еңбек ақы бойынша өте қызықты видеолар болады. Колокольчикқа басып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.